Бәріңізге сәлем, YouTube арнамның көрермендері. Бүгін өте жұмсақ капустамен дайындалатын пирог дайындаймыз. Ең алдымен капусталарымды осылай ұсақтап, жұқа қылып турап аламын. Және де ішіне жуа тураймыз. Жуан жарты бөлігін турасаңыздар да болады. Және де сәбізді үткіштен өткізіп аламыз. Міне барлығын жақсылап турап дайындап алдық. Және де табамызға сұйық майымызды құйып, алдымен капустамен жуамызды салып, және де үстіне сәбізді салып, жақсылап араластыра отырып, қызарғанша пісіріп аламыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салсаңыздар болады. Араластырып қызарған соң қақпағын жауып бұқтырып аламыз. Міне салмамыз да дайын болып қалды. Өте жұмсақ, сондай нәзік болып шықты. Келесі кезекте қамырын дайындау үшін бөлек ыдысыма 2 жұмыртқамды жарып салып алдым. Араластырып аламыз. Және де осы жұмыртқаның үстіне қаймақ құямыз. Тағы да араластырып аламыз. Содан соң бөлек ыдысыма ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап қойдым. Үстіне қопсытқышты салып, екеуін араластырып, жаңағы сұйық қоспамызға қосамыз. Тағы да жақсылап ішінде түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Пирогымыз өте жұмсақ болып шығады, себебі бұл қамырында ұнымыз аз болғандықтан. Осындай сұйық қамыр шығады. Дәміне қарай тұзын қостым. Тағы да араластырамыз. Және де келесі кезекте қалыпқа осылай сұйық майды майлап алам. Содан соң жаңағы сұйық қамырымызды осы қалыпқа жарты бөлігін құямыз. Және де үстіне осылай салмасын саламыз. Барлығын бір тегіс қылып салған соң қамырымыздың екінші бөлігін үстіне құйып шығамыз. Және де үстіне кунжут септім. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пештеріңізге қарай пісіріп аласыздар. Міне пирогымыз да дайын болды. Өте жұмсақ, сондай нәзік болып шықты. Дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап шыққандарыңызға көп-көп рахмет. Ас болсын.